Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Сабақтан тыс қызықты тәжірибелер онлайн сайыс сабағымызды бастаймыз. Сабақтың мақсаты оқушылардың пәнге қызығушылығын арттыру, білім дағдыларын дамыту, бақылау, зерттеу қабілеттерін дамыту, шапшаңдыққа, ұқыптылыққа баулу. Оққанға табиғаттың сыры терең, дегенге оқып зерттеп көрем білем. Демесең болсын егер еңбегім еш, әуелі физиканы оқы дерем. Бүгінде физика барлық жерде, құрылыста, техникада, өндірісте. Сырларын бұл ғылымны игеріңдер, шәкірттер интек қойып үйреніңдер. Білім деген биік шын бақытқа сені жеткізер. Білім деген биік шын бақытқа сені жеткізер. Білім деген ақылшың қиындықтан өткізер. Деп бүгінгі қызықты тәжірибелер онлайн сайыс сабағымызды бастаймыз. Егеменді қазақтың біз ұланы, өз туы бар елтінба анұраны, үмтін ақтайтын біз аға ұрпақтың самғайтын биіктерге тауқыраны. Бабамыз Резерфорд өзің қолда, жеңіс тек бізде болар осы жолда. Сәлеметсіздер ме? Қызықты тәжірибелерден туындайтын сұрақтар. Мен сұрақтарды қойды бастаймын, және де ол сұрақтарға өзім жауап беретін боламын. Ет, балық және де банкілерді тұздау диффузия құбылысына жатады. Және физиканың бірінші атасы Аристотель болған, және де күштің өлшем бірлігі Ньютон, күн жүйесінің моделін ең бірінші жасаған Коперник болатын. Және де массаны өлшейтін құрал таразы. Сәлем достар, бүгін біз физикадан тәжірибе жасаймыз. Ол үшін бізге сабын, тәлерке, су қажет болады. Тәлеркеге сабынды салып, су құямыз. Біраз су тұрады. Біраздан соң төгіп тастаймыз. Одан кейін сабынды бастырамыз. Сабынды көтергенде тәлерке бірге көтеріледі. Бұл молекулалардың бір-бірімен өзара байланысы болып есептеледі. Сәлеметсіздер ме? Мен мына сұраққа жауап беру үшін ең бірінші қазақ ғарышкері Тоқтар Әубәкіров. Стакандағы суды ақпарақпен жауып тұрып, аударғанда суымыз ақпайды. Неліктен? Себебі атмосфералық қысым төменнен жоғары қарайда әсер етеді. Екі шар, жүн және газет. Біз бір шарды алып, сыртын жүнмен үйкеп шығамыз да, ал екінші шарды алып, оны газетпен үйкеп шығамыз. Ал біз мынаны газетпен үйкеп шығамыз. Біз біреуін жүнмен, ал біреуін газетпен үйкеп алдық. Енді бірге бір-бірін жақындастырып көрейік. Олар бір-біріне жақындаған сайын бір-біріне тебеді, қашады. Бұның себебі атмосфераттардың тебілуі, бір-бірінен алыстауы. Картошка, жұмыртқа. Мен 2 жұмыртқа алдым. Шия керек. Картошка пәске төменге тартып тұр. Жұмыртқа балқып жүр. Спичка шиеміз балқып жүр. Осы тартылыстар болып жатыр. Төменге қарай, жоғарыға қарай тартылыстар болып тұр. Судың бетінде астында тартылыстар болып тұр.